Поездға шығам деп тұрсам. Соғыштың ардагері Жоро ата 103 жашта. 1941 жылы соғышқа аттанып Сталинградтағы 333 атқыштар дивизиясында алғашқы соғыш таласында болған. 1942 жылы ардагер соғыш майданында немістердің оғына туш болып, жеті қабырғасынан айырылған. Аскердік ауруханадан жақсы болған соң қайырдан ел жер үшін қолына құрал алып соғышқа шыққан. Соғышқа барды Сталинградқа. Қабырғаға мен оқ деп неме қылсам, су ішкім келді. Бұнда bir яқтарысам ештеме жоқ. Баяғы шұққы шақырда қалған сулар бар екен. Айлай оғанан осыны ішіп, кішкене адамға ұқсап қылырап. Екінші рет жабырқағаннан кейін 1944 жылы мекеніне жөнелтілген. Қырғызстанға қайтып келгеннен кейін Ноукен районында талашылық жұмыштарға бригад болып іштеген. Ноукенде Қызылжар, Карл Маркс совхоздорын түптегі анын жеке көмегі зор. Анменен қатар Қырғыз СССР-нің 3 жолқы депутаты да болған. Жоро атанын 3 уыл 6 қызы, 50-ден ашық небересі, 300-ден ашық чөбересі бар. Уыл қызларда турмуштан ордун табышты. Атасының тәсіліменен балдары bir қанша қызматтарда, айрымдары милиция қызматкерлігінде еңбектеніп келишет. Шундай атам бар екен, сыймықтанам. Қызылжар бізден осы айылды, осы айыл қылған атам. Анан ошондой эле көптөгөн ушу бир эле Кыргызстан эмес, анда СССР эле, СССР тааныйт. Азыркы күндө телефондош турат кээ бир жолдошторум менен. Жоро карыя Сталиндин 3 даражадагы медалинин ээси. Жуковдун колунан медаль да алган. Азыр согуштан алган жараттарынан улам карлыкка моюнсунуп турган чагы. Дүйнөдө андай согуштун болушун каалабаган карыя калкка ак батасын бергенден чарчабайт. Байгазы Райымкулов, Осмон Садыров, Коомдук биринчи канал, Жалал Абад шаары.